Аскөк биологиялық белсенді және минералды заттардың көзі. Оның жапырақтары, бұтағы, ақуыздар, майлар, көмірсулар, дәрумендер, макро және микроэлементтер, ерітілген сумен жабдықталған. Аскөк денсаулыққа пайдасымен қатар артық салмақтан арылуға да көмектеседі. Сымбатты дене бітіміне жетудегі қарапайым құралдың бірі аскөк шайы. Оны дайындау өте жеңіл. Жуылған аскөк будасын алып ұсақтап тураңыз. Бұл туралған аскөктен 3 ас қасық аскөкті ыдысқа салып, оған жарты литр қайнаған су құйыңыз. Бұл ыдысты отқа қойып, қайнаған соң 5 минут жай отта ұстаңыз. Дайын сусын суыған соң сүзіп алыңыз. Аскөк шайын күніне жарты стақаннан 3 рет тамақтанудың алдында ішу керек. Аскөк тамырларға түсетін салмақты реттейді. Артериалдық және көзішілік қысымды түсіруге, азайтуға жақсы әсер етеді. Бронхиалды астманы асқындырмау үшін жиі қайталанған цистит кезінде де аскөктен тұнба әзірлеген дұрыс. Аскөктің 2 ас қасық ұрығына 400 мг қайнаған су құйып, жарты сағат тұндыру керек. Оны күніне 3 рет 100 мг-нан 15 күн ішу керек. Аскөк шілде-тамыз айларында гүлдеп, қыркүйек айында дәні піседі. Тұқымының құрамында эфир майы 3%-ға дейін болады. Аскөктің пайдалы құрамы дизентерия, диарея, жұқпалы аурулар кезінде ұйқы бұзылғанда жақсы көмектеседі. Аскөкті кептіріп, жағып, күлін жазылмай жүрген жараға сепсе, ол тез жазылады. Ұрық дәнін ұнтақтап, ауызға салып, сорып жүрсе, ыстықты түсіреді. Оның ұрық дәнімен қоса кептірілген сабағының ұнтағынан 2 ас қасық салып, жарты литр су құйып, қайнатып ішекті жүргізіп, асқазанды ішекті тазалайды. Айранмен аскөкті және қиярды қосып блендермен араластырып, сусын ретінде ішсеңіз арықтауға жақсы көмектеседі.